Балалар, бүгін біз зеріктеуден сарқырама жасаймыз. Ол үшін бізге алдымыздағы 3 баклажка керек екен, 2 түтікше керек, қайшы, ыстық керек, желім, ыстық желім керек. Ал олай болса бастаймыз. Ол үшін біздің қолымыздағы баклажканың түбін қырқамыз. Балалар, біз баклажканың түбін қырқып алдық. Енді бұған мынаны желімлейміз. Мынаны, и осыған біз қазір трубочканы өстіп қосып отырып желімдейді. Балалар, біз мынаны жабыстырып алдық. Қызыл желім, ыстық желіммен. Енді мынаны тесіп алған жерімізге мынаны бұлай кіргіземіз. Мына. Осылай желімдейміз. Мына қақпағымызды алып, берге де мына түтікшені бүйтіп желімдейміз, балалар. Мына желімдейміз. Қақпақтың бәрі желімдеп алдық, ыстықпен. Ыстық желіммен. Енді мына қақпақты мынамен жабамыз. Мына. Қызық па, балалар? Иә. Мына. Жауып алдық. Енді мына қақпақты жабамыз. Ал енді балалар, мына суды абайлап ішіне құямыз. Су құйдық па? Мұны бәрін құйдық. Енді қаппағын жабамыз. Түтікшесі бар қаппағы, біздің қаппағымыз жай қаппақ емес, сиқырлы қаппақ екен, Ал балалар, енді біздің ең қызығы не істейміз? Сарқырамамыз дайын болды, Енді су құйып көреміз бе, балалар? Қараңдар, балалар. Қараңдар, мен су құйдым. Міне біздің суымыз ақты. Сарқыраманы көрдіңдер ме, балалар? Қандай күшті, әдемі, Қандай әдемі су ағып жатыр, балалар? Біз қолдан не жасадық, балалар? Не жасадық, Айназ? Сарқырама. Сарқырама жасадық, балалар, Қандай күшті керемет шықты, бізде?